Тестостерон төмен болатын болса, қыз-теке болып пайда болатын болса, ерлерде жыныс мүшесінің кішкентай болуы мүмкін. Бұл гормонның төмен болуына байланысты мынау әйел тектес болып кетеді. Дауысының жіңішке болуы мүмкін. Армысыздар достар, сіздермен бүгін Олжас Иманғалиев, тестостерон гормоны дегеніміз не? Оның пайдасы, зияны, оның деңгейі төмен болсақ не болады, жоғары болса не болады? Осы туралы бүгін айтып кетеміз. Және де үй жағдайында көтеруге бола ма, болмай ма? Менің YouTube каналым мен Instagram каналыма көптеген осы туралы сұрақтар келіп түсіп жатыр. Сол ұсынысқа байланысты осы бүгінгі тақырыпты қозғайын деп отырмын. Яғни тестостерон бұл дегеніміз ерлердің, айтатын болсақ, ерлердің гормоны. Бұл гормонның маңыздылығы өте зор деп айтсам болады. Өйткені бұл кей жағдайда андроген деп айтамыз бұл тестостеронды. Ерлерде аталық без, яғни енді өндіріледі аталық безде. Сонымен қатар аз мөлшерде бұл гормон бүйрек үсті безінің қыртысында өндіріледі. Бұл гормон адам организмінде аз мөлшерде болатын болса, бұның зиян жақтарына келетін болса, бұның гормонын төмендейтін болатын болса, бұл іште жатқан организмде мынау туылғаннан кейін баланың репродуктив функцияға, яғни жасқа толғаннан кейін бұл гормон 12 жастан ары қарай бастап адам организмде жұмыс істей бастайды. Но айтатын болсақ, ерлерде мұрттың, сонымен қатар түктердің пайда болуы осы тестостерон гормонына байланысты болады. Бұл гормонның төмен болуына байланысты мынау әйел тектес болып кетеді. Ерлердің дене мүшесі өзгеруі мүмкін. Одан кейін барып организмдегі прогестерон гормоны, эстроген гормондар, әйелдік гормондардың деңгейі болады, әр әйел адамда болады, бірақ аз мөлшерде болады. Егер бұл гормонның деңгейі төмендеген болатын болса, ожирение, яғни артық салмақтың жиналуына байланысты бұл гормонның деңгейі төмендеп кетуі мүмкін. Одан кейін мынау дұрыс жетілмей туылған балаларда өскен кезде тестостерон гормонының деңгейі төмен болатын болса, жұмыртқаның, яғни өндірілуі төмен болғандықтан бұл жетіспеушілік болуы мүмкін. Яғни жыныс мүшесінің кішкентай болуы мүмкін, микропениспен туылуы мүмкін. Бұл гормонның төмен болуына байланысты мынау сымбаттылық, яғни бұлшықеттік, яғни сымбат болмауы мүмкін. Ерлердің әйел тектесі айналуы жировая клетчатка, яғни майдың пайда болуы жоғары болуы мүмкін. Өйткені тестостерон гормоны төмен болатын болса, қыз-теке болып пайда болатын болса, ерлерде дауысының жіңішке болуы мүмкін. Одан кейін барып әлсіз болуы мүмкін, физикалық әлсіз болуы мүмкін. Одан кейін барып мынау айтатын болсақ, әрқашанда ұйқы келе беруі мүмкін. Физикалық спортқа деген құлшыныс төмендейді. Сонымен қатар либидо, әйелге деген құлшыныстың төмендей басталуы осы тестостерон гормонының төмендей әкелуінің бірде-бір себебі болады. Төмен болудың бірде-бір себебі. Одан кейін барып мынау бұл гормонның зиян жақтары көбінесе ер адамдардың ер болмауының, енді әйел тектеске айналуының бірде-бір себебі осы тестостерон гормонының төмен болуына байланысты. Мен каналдарыма көптеген сұрақтар келіп жатыр. Енді бүгін Қазақстан бойынша проблема өте көп. Бұл гормонды айтатын болсақ, көп қимылдамаған еркектерде, спортпен көп айналыспағандарда ішкі абдоминальное ожирение, яғни іш қуысқа майдың жиналуына байланысты бұл гормонның төмендеуіне байланысты бұл болады. Сонымен қатар бұл гормонның маңыздылығы, яғни бұның пайдалы жақтары. Бұл гормон жоғары болса не болады? Орыстар айтады ғой, у тебя тестостерон зашкаливает деп айтады. Не себепті? Өйткені бұл сымбатты, яғни бұлшықеттің көлемі үлкейеді, мысалы бұл гормонның жоғарылауына байланысты. Стресске тұрақтылық пайда болады. Әрқашан ашулану бола бермейді бұл гормонға тұрақты. Өйткені бізде қаржылай тәуелділік, мысалы көптеген проблемалар болуы мүмкін, стресс алуы мүмкін. Соған тұрақтылықты білдіретін бұл гормонның маңыздылығы өте зор. Бұл гормонның одан кейін жоғары болатын болса, әйелге деген құлшыныстың жоғары болуы мүмкін, эрекцияның жоғарылауы болады бұл жерде. Өйткені бұлшықеттің өсуі, өйткені спортсмендер бұл гормонды көтеру үшін әртүрлі тәсілдерді қолданып салып жатады. Өйткені гормонды, тестостеронды синтезді жоғарылату үшін, бұлшықетті тезірек өсіру үшін. Содан кейін барып бұл гормон жоғары болатын болса ерлерде, жыныстық қатынастың, яғни сексуальный айтамыз ғой, жыныстық қатынасқа деген
құлшыныс жоғары болуы мүмкін, потенцияның жоғары болуы мүмкін. Одан кейін сымбатты дене мүшесін қалыптастыра алады, стресске тұрақты бола алады. Бұл жағдайда қалай қалыпқа келтіре аламыз деп көбіне сұрақтар келіп түсіп жатыр, хаттар келіп түсіп жатырына байланысты. Әрине, бұны ешқандай дәрігерге егер қалыпты болатын болса, үй жағдайында қалпына келтіре аламыз, асқынбаға болатын болса. Бірінші, бұл гормонды көтеру үшін дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Құнарлы тамақтану. Оның құрамында мынау белок, углевод дейміз, сложный углевод, күрделі көмірсулардың болуы. Сонымен қатар дұрыс майлы тағам, май, яғни жир, полезный жир дейміз, пайдалы майдың болуы. Оның ішінде мынау оливковое масло дейді, оливковое масло. Одан кейін зығыр майы, льняное масло, тыквенное масло, айта берсек көп. Одан кейін белоктарға не кетеді? Тауықтың көкірегінде мысалы көптеген белоктар бар. Сонымен қатар мынау біздің жылқының еті, қаракесек, мынау сиырдың қаракесек еті, ол бізге пайдалы белок болады. Одан кейін балықтар болады, белоктарға жататын. Одан кейін теңіздің тағамдары белокқа пайдалы жатады. Көмірсулардың ішінде пайдалы көмірсулар. Өйткені күрделі деп бөлген себебіміз крупалар, яғни дәнді дақылдар, гречка бар, макарон бар, сол тағамдарды жиі қолдану керек. Сонымен қатар бұл тағамдарды қолдану арқылы сіз адам организмін тазалайсыз бірінші очередь. Екінші, мынау пайдалы дәрумендерді қолдану керек. Ол пайдалы дәрумендер дегеніміз не? Омега-3, 6, 9 деп бөлеміз. Одан кейін мынау цинк, селен витаминдерін профилактик жүйеде сіздер үй жағдайында іше аласыздар. Әркім сатып алып іше алады. Әртүрлі сайттар, iClub деген сайт арқылы сатып алып іше аласыздар. Одан кейін Nutrilite, яғни қазіргі таңда AMV компаниясының дәрілері де пайдалы, профилактикалық дәрі ішуге болады. Келесі, уақытылы ұйықтау керек. Уақытылы ұйықтау дегеніміз 8 сағаттық толыққанды ұйқы керек. Ол дегеніміз сағат кешкі 10-нан таң сағат 6-ға дейін дұрыс ұйқы керек. Өйткені ол ұйқыдан ұйықтамайтын болсақ, бұл жерде біз түнгі сағат 11 мен 2-нің арасында мелатонин деген гормон өндіріледі, яғни ұйқының гормоны. Бұл гормонды жіберіп аламыз айтқанда, жақсы синтезделетін болғандықтан сол уақытта біз жіберіп алатын болсақ, бұл гормон төмен болуына байланысты, ертең бұл гормонның жетіспеуіне байланысты бұл тестостерон гормонына кері әсерін тигізіп жатады. Организмде кортизол гормонының жоғарылап кетуіне, яғни стресстің гормонының жоғарылап кетуіне, пролактин гормонының жоғарылап кетуіне, оның жоғарылағаннан біздің тестостерон гормонының төмендеуіне алып келеді. Және де тестостерон гормонының мүлдем төмен болатын болса, өзіміз үй жағдайда көтере алмайтын болатын болса, бұл әрине маманға жүгінген жөн. Қандай мамандарға жүгінесіздер? Бірінші, эндокринолог маманға жүгінесіз, яғни гормоналдық бұзылыс болатын болса, эндокринолог мамандардың көмегі тиеді. Екінші, андролог мамандар, андролог, уролог мамандарға жүгінесіз. Бұл жағдай арқылы гормонның синтезделуіне байланысты сіздерге уколдар тағайындауы мүмкін. Оның ішінде эфирлер, тестостеронның эфирлері бар, әртүрлі. Тестостерон пропионат, тестостерон энанат деп бөледі, ароматаза сияқты. Одан кейін ХГЧ гормондарын сіздерге тағайындауы мүмкін. Оны тек мамандар тағайындай алады сіздерге. Өйткені бұл анализ өткізіп, тестостерон гормонының ХГЧ, өсу гормондарын тексеру арқылы сіздің гормоныңыздың деңгейінің қаншалықты екенін, одан клиникалық белгілеріңіздің қаншалықты болуына байланысты, оны тек қана мамандар тағайындай алады. Оны үй жағдайында тағайындап, кері қайтымсыз процеске алып келуі мүмкін. Оны эфирлерді тағайындау арқылы сіз өзіңізді салуға болады үй жағдайында. Бірақ бұны тағайындап өзіңіз салатын болсаңыз, ертеңгі күні мынау атрофияға алып келуі мүмкін. Аталық бездің, яғни жұмыртқаның өспей қалуы болуы мүмкін. Өйткені маған келіп жатқан жігіттердің арасында гипоплазия, ейчик деп атамыз, өспей қалып жатады жұмыртқаны. Ол мына спортпен айналысатын жігіттер көптеген мөлшерден тыс қолданған әсерінен спермата, яғни бұл сырттан түсу, тестостеронды сырттан алу арқылы өзіміздің организмдегі тестостеронның деңгейі өндірмей қалуы мүмкін, яғни синтез тоқтап қалуы мүмкін. Соған байланысты гормондық бұзылыстарға алып келеді. Осы бүгінгі тақырып сіздерге ұнады деп ойлаймын. Бұл жерде толыққанды ақпаратты алып, сонымен қатар бұл видео сізге жеткілікті болмаса, интернеттен қарап алып, өзіңіздің біліміңізді жетілдіру керек. Бұл гормонды әр еркек білу керек. Әйелдерде бұл гормонның қандай болуы, еркектерде қандай болуы сіз үшін маңызды деп ойлаймын. Бүгінгі тақырып сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып кетіңіздер, өздеріңіз пікірлерін астына жазып кетіңіздер. Сау саламатта болыңыздар.